Бүгін ата-енем ертемен базарға барып келіп, маған осындай жеміс-жидектер алып келіпті. Қыстың қамын жазда ойла демекші, банка жабу жұмысына кірістім. Ең алдымен банкаларымды жуып алдым да, малинаның тазасынан осылай бір баклажкаға құйып қойдым. Қалғанын езіп, блендермен қантын салып, 2 сағатқа қойып қойдым қанты ерісін деп. Одан келесі кезек өріктерге келді. Өріктердің ішінен де қаттылауын компотқа да алдым да, жұмсақ езіліп кеткендерін варенье қайнатып. Өріктің вареньесін жолдасым ғана сүйіп жейді, сондықтан оған жылына 5 банка жетеді. Қыс бойы соны жеп шығады. Одан кейін компоттарымды салып қойдым да, малинамды құйып тастауға кірістім. Компотымды біресе мына жерге жаптым, біресе столға жаптым. Әйтеуір үйтіп 20 банка компотымды бітірдім. Сол аралықта вареньемді де құйып тастадым. Айтпақшы достар, мен компотты 2-3 рет қайтарып, 3-ші рет, 4-ші рет суын құйып жаппаймын. Bir рет құйып жіберем да, 2-ші рет уже жаба беремін қант салып. Одан кейінгі кезек шиелерге келді. Өткен жол шиелерден компот жауып қойған, бұл жолы вареньесін жаптым. Бірақ 20 кило шиені 3-ке бөліп жаптым. Сонымен менің бүгінгі жұмысым осындай болды. Бірақ бұдан ары қарай үйге бала-шағаға тамақ жасадым. Оны түсіруге шамам келмеді. Ең басында 30 банка жудым, оның 20 банкасы компот болды, 5 банка варенье болды, 15 банка шиенің вареньесі болды. Бас аяғы мен қанша банка жаптым, кім табады?